Сәлем достар, бізге қазіргі тәтті десертімізге 4 жұмыртқа, оны жарып, үстіне қант салып, қаймақ салып, осылай араластырамыз. Қаймақ немесе үйде дайындалған йогурт деген сияқты заттар сала бересіздер, творог. Енді үстіне май саламыз. Майымызды ерітіп, құйып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін үстіне бал қосамыз. Жаңағы ұнымызға разрыхлитель қосып, жаңа дайындап алған тестамызды соның үстіне құямыз. Осылай бәрін жақсылап араластырып, осындай біздің вафляларымызды пісіріп аламыз. Достар, сіздер кез келген затпен сәндесеңіздер болады. Мен балмұздақпен және осындай тәттілермен сәндедім. Сіздер қалған заттарыңызбен сәндеңіздер. Каналға тіркелуді, лайк басуды, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!